Қазір сізге небәрі 3 минут ішінде JD.com маркетплейсін жүктеуден бастап, алғашқы тапсырысыңызға дейінгі жолды көрсетемін. Бірінші қадам қосымшаға тіркелу. Алдымен жаңа пост қосымшасын жүктеп, тіркеліңіз. Сәл төменде маркетплейстерді жүктеу сілтемелері бар. JD.com белгішесін басыңыз. Мұнда екінші батырманы басамыз. Содан кейін JD.com қосымшасын жүктеп, ашыңыз. Қосымша ережелеріне келісеміз. Содан соң тіркеу терезесі ашылады. Сұр жазуды басамыз. Мұнда +86-ны басып, ағылшын әрпі H арасынан Қазақстан коды +7-ні табамыз. Телефон нөмірін енгіземіз, бірақ бастапқы 8-сіз. Ережелерге келісіп, қызыл батырманы басамыз. Мұнда 6 таңбалы кодты енгіземіз, ол сіздің WhatsApp-ыңызға келеді. Керемет, осылай біз қосымшаға сәтті түрде тіркелдік, енді екінші қадам мекен-жайды тіркеу. Жеке кабинетке өтіп, мына белгішені басыңыз. Одан кейін мына жерді басып, деректерді толтыру қажет. Біріншісі, +86-ны басып, Қазақстан кодын таңдап, телефон нөмірін енгізіңіз. Екіншісі, атыңызды енгізіңіз. Үшіншісі, осы жерді басып, екінші бөлімді таңдаңыз. Мұнда облыс, қала, ауданды таңдау қажет. Төртіншісі, мекен-жайды міндетті түрде ағылшын тілінде енгізіңіз, көшеңіз және үйіңіздің нөмірі. Бесіншісі, электрондық поштаңызды енгізу. Алтыншысы, сіздің индексіңіз. Оны айтпақшы түгестен табуға болады. Жетіншісі, төменгі жағындағы белгіні қойып, қызыл батырманы басыңыз. Мекен-жайды да сәтті түрде тіркедік, енді көптен күткен үшінші қадам банк картасын қосу және төлем жасау. Өзіңізге ұнаған тауарды таңдап, қызыл батырманы басыңыз. Сосын төлеу батырмасын басамыз. Карта қосу бөлімін таңдап, картамыздың нөмірін енгіземіз. Одан кейін аты жөніңізді, жарамдылық мерзімін және CVV кодын енгізу қажет. Осы жерді басамыз. Сосын телефон нөміріңізге келетін 6 таңбалы кодты енгіземіз. Растаймыз және осымен дайын. Құттықтаймыз, сіз JD.com маркетплейсіндегі өзіңіздің алғашқы тапсырысыңызды сәтті түрде рәсімдедіңіз. Енді 3 күннің ішінде осы тапсырысыңыз жаңа пост қосымшасында шығатын болады. Сол жерден өзіңіздің тапсырысыңызды қай жерде келе жатқанын бақылап отыра аласыз.